Бауырлар, былай ғой, егер де сіздің жақыныңыздың атында Қазақстан Республикасы бойынша соңғы 5 жылдың ішінде баспана мүлкі тіркелмеген болса, ағайыныңыз, туысыңыз, жақыныңыз, танысыңыз келіп, үлкен өтініш бір күнге сенің атыңа, немесе сенің жақының атыңа бір үйді тіркеймін, бір күннен кейін шешіп аламын десе, мүлде келіспеңіздер. Келіспеңіздер. Неге? Соңғы 1-2 жылдың ішінде Қазақстан Республикасы бойынша пайыздық үстемесі тиімді, бастапқы жарнасы төмен ипотекалық бағдарламалар атында 5 жыл үй болмаған адамдарға шығарылу барысында. Ол сіз біреудің бағанағы мүлкін өзіңіздің атыңызға өткіздіңіз, ол бір күнге болсын атыңызда мүлік болған болып саналады. Ертең қандай да бір бағдарламаға қатысатын кезде, ЕОФ-тан құжаттар тартқан кезде бірден шығып тұрады. Сондықтан осы видеоны WhatsApp чаттарға, группаларға бәріне жіберіп қойыңыздар. Халық, ел, жұрт біліп жүрсін. Мүмкіндігінше тиімді, пайыз жағынан ыңғайлы ипотеканы рәсімдесін. Жақсы ағайындар.